Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бауыр етінен дайындалатын котлеттің жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен бізге қажет заттар бауыр және пияз, ұн қажет, жұмыртқа, сәбіз, сарымсақ, сүт және тұз бен бұрыш қажет. Ең алдымен ет өткізгіштен бауырды және сәбізді, пияз бен сарымсақты өткізіп аламыз. Барлығын біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса пайда болады, және осы массаға бір жұмыртқамен тұзбен бұрышымызды салып, тағы жақсылап араластырамыз. Содан соң барып сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде осындай біркелкі масса пайда болады, және осы массаға ұнды аз-аздан қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз қатты қою, қатты сұйық болмау қажет, шамамен осылай болу керек. Енді қызып тұрған табаға майымызды құйып, баяу отта қойып, массамызды аз-аздан саламыз. Шамамен бір бетін 15 минут, екінші бетін 15 минуттай баяу отта пісіреміз. Біздің котлеттеріміз дайын, кез келген мерекелік дастарханға өте үйлесімді котлеттер. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Жұмагүл.